Nigma Galaxy'дағы ауқымды решафлдар Cloud9 ән айта бастады. Кім Мбаппеге шапан кигізгелі жатыр? Бәріне сәлем, бұл сайбер алаң және оның жүргізушісі мен Аружан. Ал бұл сайбер алаңның 16-шы шығарылымы. Біздің шығарымдарымызды жіберіп алмас үшін YouTube арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Және біздің бүгінгі демеушіміз Kingston Fury компаниясы. Осы видеоның соңына дейін көріңіз, тағы да ұтыс болады. Айбек Тоқаев Килиан Мбаппемен кездесе ме? Ол өзінің Instagram парақшасында осы футболшының жанкүйері екенін айтты. Айбектің директоры оған егер ол 100 мың жазылушы жинаса, онда Айбекті Мбаппемен кездесу үшін Парижге жіберем деп сөз беріпті. Ал Айбектің өзі Мбаппеге шапан кигізем дейді. Қысқасы, бәріміз бірігіп Айбекті қолдап жіберейік. Аламан Лига MLBB бойынша 2-ші маусым аяқталды. Турнир финалында Overlord, яғни Альтайрдың командасы Prime Ignite командасын 2-1 есебімен жеңіп, чемпион атанды. Бірінші орын үшін команда 800 мың теңгелік сыймен марапатталса, ал екінші орын алған команда 500 мың теңгені иеленді. Жеңімпаз команда құрамында Давид Жайку, Мадияр Гвер, Талғат Нори, Альтайр Overlord және Султан Сула сияқты ойыншылар бар. Турнирдің жеңімпаздары мен барлық қатысушыларды ойын нәтижесімен шын жүректен құттықтаймыз. Айта кетейік, лига 16-24 желтоқсан аралығында өтті. Турнирдің жүлде қоры 2 миллион теңге. Катарсис командасы Samsung Алматы Cup 2023 турнирдің финалында Blade Cyber командасын 2-1 есебімен жеңіп, бірінші орынға ие болды. Команда мүшелерін құттықтаймыз. Олар турнир чемпионы атанып, 300 мың теңге көлемінде ақшалай сыйлық алды. Ал екінші орын алған Blade Cyber командасы 200 мың теңге иеленді. Айта кетейік, турнирдің жүлде қоры 500 миллион теңге. Іріктеу 19 желтоқсан аралығында болып, LAN финалы өткен демалыста Алматы қаласында өтті. Мемлекеттік қызмет және e-спорт. Қазақ Cyber Sport Federation және OneXBet ұйымдастырған Қазақстан қызмет Cyber Cup турнирінің қысқы кезеңі өз мәресіне жетті. Турнирге мемлекеттік қызметкерлер, ұлттық компаниялар, сонымен бірге квазимемлекеттік кәсіпорындардың қызметкерлері қатысты. Олар виртуалды футбол алаңдарында чемпион атағы үшін бақ сынасып, e-спортқа деген қызығушылықтарын көрсетті. Бірінші орында экономикалық зерттеулер институтының қызметкері Дәулет Шымырбек иеленді. Жалпы турнирге 15 ұйымның қызметкері қатысты. Dota 2 бойынша Бэтбом командасының оффлейнері Pure денсаулығына байланысты және демалу мақсатында біраз үзіліс алмақ. Команда ойыншыны қосалқы ойыншылар қатарына енгізіп, келесі ойын маусымына жақын жаңа құраммен таныстыру мүмкін. Pure 1 жыл бұрын Бэтбом командасына қосылып, әртүрлі мейджорлар мен турнирде керемет ойын көрсетіп, жүлделі орындарға ие болған еді. Оның инактивке кетуіне байланысты адамдардың пікірі әртүрлі. Әрине, жанкүйерлердің жаңа ойыншыны күтіп отырғаны анық. Бұл жағдай бізге де қызық болып тұр. Pure бұл жаңалықты өз телеграм арнасында To Be Continued деген жұмбақ жазба арқылы бөлісті. Nine Pandas командасының капитаны Соло 8 күнде Dota 2 ойынында 122 матч ойнап, жаңа рекорд орнатты. Тәулігіне 15-тен астам ойын ойнаған барлық кәсіпқой ойыншылар арасында Соло көш бастап тұр. Win rate 52%. Бұл оның біршама тұрақтылығын дәлелдейтіні анық. Қазіргі уақытта рейтингте екінші орында қытайлық SCCC киберспортшысы тұр. Ал көшбасшылар үштігін Германиядан келген Койква жапты. Айтпақшы, бұған дейін біз сіздерге челлендж аясында ондаған ойын ойнаған отандасымыз Уатсон туралы айтқан болатынбыз. Киберспорт әлеміндегі қызықты оқиғаларды жіберіп алмас үшін бізбен бірге болыңыздар. Nigma Galaxy'дегі ауқымды решафлдар. Ұйым Кери Юманы командадан кететінін жариялады. Ол командада небәрі 6 ай ойнап, қазір Наунс клубына кетті. Nigma Galaxy'дан Микиде кетіп қалды, бірақ қазір командаға Сумаил және Miracle атты әйгілі ойыншылар қосылды. Ал команда капитаны Кораки 2024 жылғы жарыс маусымында ойнау үшін әзірге командада қалды. Жалпы қазір ростерде тек 3 адам ғана бар. Nigma Galaxy команданың қалған мүшелерін 2023 жылдың соңына дейін атауға уәде берді.
Хайдра жаңа Dota 2 құрамын жинап жатыр ма? Алдағы жарыс маусымына байланысты қауесеттер осындай. Сонымен командаға қазақстандық Даниэлмен қатар Крылат, Яндер және Рейн кіруі мүмкін. Ал үшінші позициядағы ойыншы әлі белгісіз. Бұған қатысты тіпті ешқандай болжам да жоқ. Ал команда жаттықтырушысы Станислав 633 Гушан болуы мүмкін. Естеріңізге сала кетейік, Хайдра TI бойынша Шығыс Европалық іріктеу ойындарында 4-ші орынға ие болған еді. Жылдың басты турниріне қатысу мүмкіндігін жіберіп алғандықтан алдыңғы құрам тарап кетті. Біздің серіктесіміз туралы қызық ақпарат. Kingston Technology 2022 жылы тәуелсіз жедел жад модулін өндірушілер арасында 80% нарық үлесімен көшбасшы атанды. Яғни бұл нарықтың басым бөлігін алып отыр деген сөз. Kingston компаниясы 20 жыл бойына осындай нәтижелер көрсетіп келеді. Әлемдік жедел жад сатылымының 4,6%-ға төмендеуіне қарамастан, брендтің танымалдылығы мен тиімді жеткізу қызметінің арқасында тез әрі сәтті бейімделіп жатыр. CS2-де Face Clan ойыншысы Робс 2023 жылдың ең үздік клатчері деп танылды. HLTV порталы ұсынған статистика бойынша Робс 2023 жылы өткен LAN турнирінде 68 клатчты жеңген екен. Екінші орында Team Vitality командасының ойыншысы Зайву болса, ал үшінші орында Face Clan'дағы Робстың тиммейті Броки. Оның сәтті клатчтар саны 68. Енді CS2-де читерлер түгел жойылама. Furia eSports командасының мүшесі Фолен ойындағы ереже бұзушыларға қарсы күрестегі өзгерістер туралы айтты. Оның айтуынша Valve компаниясы жасанды интеллект негізінде жасалған инновациялық античитпен қарқынды жұмыс істеп жатыр. Фолен программистердің арқасында қазір чит индустриясы өркендеп жатыр дейді. Киберспортшы Valve'тың жаңа античиті компьютерді өте жақсы тексеретінді айтты. Сіздің компьютеріңіз қатпай, ыңғайлы ойнауыңыз үшін біз Kingston Fury компаниясынан SSD, яғни қатты дискті ойнатамыз. Ұтыстың негізгі шарттары осы шығарылымның астында, яғни комментарийге өзіңіздің басыңыздан өткен читерлерге байланысты оқиғаңызды жаза кетіңіз, және біз комментарийлердің арасынан ең қызық оқиғаны таңдап аламыз. Ал ең қызық оқиға ең көп лайк жинау керек деген сөз. Сонымен сәттілік. Одан бөлек сіздер біздің арнамызға тіркелген болуыңыз қажет. Ал өткен аптадағы ұтыстың нәтижесін бірге тамашалайық. Біріне сәлем, бұл Сайбер Алан және оның жүргізушісі мен Аружан. Өткен шығарылымда біз HyperX компаниясынан осындай Хаста 2 атты ойын тышқанын ойнатқан едік. Ұтыс шартына сәйкес сіздер осы 15-ші шығарылымның астына комментарий жазып, және біз сол қатысушылардың арасынан комментарийлердің, то есть рандомайзер арқылы жеңімпазды анықтайтын болғанбыз. 15-ші шығарылым өздеріңіз көріп отқандай, қазір біз бұның ссылкасын көшіріп аламыз да рандомайзерге саламыз. Неке біздің арнамыз. Өздеріңіз көріп отырған шығарсыздар комментарийлеріңізді. 1, 2, 3. Жеңімпаз бізде Аслан 22-12. Жеңіс құтты болсын. Қазақ киберспорты енді дамып келе жатыр. Құрметті көрермендер, жаңа ғана бізде интернет ұстамай техникалық ақаулар болып қалды. Сол себепті жеңімпазды қайтадан көрсетсек, Аслан 22-12. Сізді жеңісіңізбен шын жүректен құттықтаймыз. YouTube-тағы комментарийіңіздің астына өзіңіздің электронды поштаңыз жазыңыз, немесе Сайбер Аланның Instagram парақшасына жазсаңыз болады. Сіздің сыйлығыңызды жақын арада жөнелтеміз. Құтты болсын. Cloud9 командасы өз жанкүйерлеріне жаңа жылдық сыйлық ретінде әуенді видео ұсынды. Видеода команда капитаны Boomich All I Want for Christmas is You әніне кавер жасады. Бұл видеода Boomich CS2-дегі қаруды екінші қолға ауыстыруға болмайтынын көрсетіп, CSGO-ға көшеді. Осы мезетте бөлмеге Perfecto мен Hobbit кіріп, Boomich-тің ойынын тамашалайды. Сонымен қатар Boomich видеода ойынның басқа да нұсқаларын ашып, бірнеше жаңа жылдық тілек жазғанын байқауға болады. Айта кетейік, Boomich бұған дейін де осындай каверлер жазған еді. Бұл үшін тіпті дыбыс жазатын студияға барып, The Limbo және Andro'ның XO әнін жаздырып, ал одан кейін өзінің жеке әнін де шығарған. Біз Сайбер Алан командасы Қазақстандағы киберспортты дамыту және киберспортқа қатысты қазақ тілінде ақпарат тарату мақсатында апта сайын осындай жаңалықтар топтамасын шығарып отырамыз. Біздің шығарылымдарды жіберіп алмас үшін YouTube және Telegram арнамызға, TikTok пен Instagram парақшамызға жазыла кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Аружан, ал бұл Сайбер Аланның 2023 жылдағы соңғы шығарылымы. 16 шығарылым бойы бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Келесі жылы кездескенше.